Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Бүгін бізде Идеалист FX каналының авторы, яғни менің, Қуаныштың трейдингке бастама атты прям новичоктарға арналған кішігірім курсы басталды. Яғни сіздер бұл курсты көру арқылы трейдингке жаңадан келсеңіз, трейдингтің не екенін және де трейдинг саласына қалай кіріп кетуге болады, соны түсінетін боласыз. Яғни максимально қарапайым, бастауышта оқитын оқушыға да түсінікті болатындай қылып, мен сізге трейдингтің бастамасын түсіндіріп беремін. Яғни трейдингті біз неден бастаймыз, неге мән береміз, қандай ақпаратты біз білу керекпіз, қандай ақпарат маңызды, қандай ақпарат маңызды емес. Осыған нақты тоқталатын боламыз. Ал енді бүгінгі сабақтың бізде тақырыбы 5 бөліктен тұрады. Ол бізде нарық деген не, баға не үшін өзгереді, баға қалай өзгереді, биржа деген не, және брокер деген не. Осы 5 тақырыпты сіз білу арқылы уже нарықта баға қалай өзгеретінін, и в целом трейдингте сіздер көріп жататын баға бізде бүйтіп өсіп жатады, немесе бізде осылай түсіп жатады, не үшін өседі баға, не үшін түседі, соны түсінесіздер. Ал енді біз дайындап қойған фотоға кеттік. Яғни уже сіздерге арнап мен бәрін дайындап қойдым. Бұл фотода бәрі түсінікті, барлық сұрақтарға жауап берілген, максимально қысқа, максимально түсінікті. Ең алдымен нарық деген не? Нарық сатушы мен сатып алушы кездесетін орын немесе жүйе. Вот бізде сатушы, вот бізде сатып алушы. Бұл суретте бізде обычно базар көрсетілген, яғни байқасаңыздар көкөністер сатылуда. Вот. Бізде көкөністер сатылуда, вот бізде сатып алушы, вот бізде сатушы. Сатушының мақсаты өзінің өнімін сату. Сатып алушының мақсаты өзінің қалаған дүниесін сатып алу. Тура сол сияқты трейдингте бізде кез келген активтер, яғни сіздер білетін акция нарығы, облигация нарығы, алтын, немесе басқа да металдар нарығы, мұнай, газ, ол мүлде бөлек нарық. Тура сол сияқты бізде форекс нарығы бар, яғни ол валюта нарығы. Кәдімгі біздегі базар сияқты трейдингте тура солай жұмыс істейді. Яғни бізде трейдинг әлемінде сатушы бар және сатып алушы бар. Сатушы әрқашан қымбат бағамен сатқысы келеді. Сатып алушы бізде әрқашан арзан бағамен сатып алғысы келеді. Вот. Бұл, надеюсь, түсінікті. Вот. Нарықта, яғни нарық деген не? Нарықта тауарлар мен қызметтер, акциялар, валюталар және басқа активтер саудаланады. Надеюсь, түсінікті. Енді бізде келесі сұрақ, баға не үшін өзгереді? Сұраныс пен ұсыныс. Мысалы, елестетіңіздер, бізде сатушы арбуз сатып тұр. Сатушы бізде арбуз сатып тұр. Егер Қазақстанда тек қана осы сатушыда бізде арбуз болса, арбуздың бағасы қандай қымбат болатын еді? Яғни елестетейік, бұл сатушыда 10 тал арбуз бар, бүткіл Қазақстанда. Арбузды алам деушілер, мысалы, 10 миллион халық болса, бұл арбуздың бағасы өте қымбат болады. Ал енді елестетіңіздер, тура сол арбуз, осы сатушыда арбуз сатып тұр, келесі сатушыда арбуз сатып тұр. Мысалы, арбуз сатып алғысы келетін адамдардың саны тек қана 100. Ал бізде арбуздардың саны мысалы 1000 тал. Бұл жерде түсінікті, что арбуз бізде арзан болады. Неге? Себебі ұсыныс сұраныстан қарағанда көп. Тура сол сияқты баға сұраныс пен ұсынысқа байланысты өзгереді. Баға не үшін өзгереді деген сұраққа біз уже жауап бердік. Баға сұраныс пен ұсынысқа байланысты өзгереді. Сұраныс бізде трейдинг әлемінде demand, яғни ағылшыншасы demand. Адамдар белгілі бір активті көбірек алғысы келсе, сұраныс артады. Мысалы, трейдинг әлемінде мен елестетейін сіздерге. Мысалы, алтын. Бәріміз алтынды білеміз. Бір күні, например, жер бетінде қазылып алынатын алтын бітіп қалды деп елестетейік. Яғни уже біз жерді қазсақ алтын таппаймыз. Алтынның жердің қойнауындағы көлемі бітті, біз алтынның бәрін қазып алдық. Алтынға деген сұраныс ол кезде артады. Неге? Себебі уже біз жерден алтын ала алмаймыз. Ал алтынға деген сұраныс әрқашан болған. Әрқашан болған, және алтынның бағасы бізде только өсетін болады. Яғни бізде тікелей сұраныс бағаның өзгеруіне алып келеді. Ал енді елестетіңіздер, тура сол алтын. Мысалы, қазіргі әлемде бізде 100 тонна алтын болатын болса, енді мысалы бізде жаңа компания бір жерді қазды және өте көп көлемде алтын тауып алды. Ол кезде алтынның бағасы түседі. Неге? Себебі бізде ұсыныс сұраныстан қарағанда көп болып кетті. Яғни бізде
баға әрқашан сұраныс артса баға көтеріледі, ұсыныс артса баға төмендейді. Бәрі жазылып тұр, өте қарапайым. Және де соңғы ой, нарықтағы баға сұраныс пен ұсыныс теңесетін нүктеде қалыптасады. Сол үшін бізде нарықта, яғни кез келген базарда, кез келген товардың өзіндік құны бар. Мысалы бізде арбуздың килограммы 200 теңге болатын болса, мысалы картоптың килограммы то же самое 200 болуы мүмкін. Но мысалы өте сирек кездесетін бір саңырауқұлақтың, например, бір ерекше саңырауқұлақтың бағасы ол бізде 10 000 теңге болуы мүмкін да. Вот так. Яғни бізде ұсыныс аз, сұраныс көп оған деген. Сұраныс пен ұсыныс бізде нарықтағы бағаны қалыптастырады. Яғни неғұрлым сұраныс бізде көп болса, баға көтеріледі, неғұрлым бізде ұсыныс көп болса, баға төмендейді. Түсінікті деп ойлаймын. Ал енді үшінші, баға қалай өзгереді? Мысалы, ол акция бағасы. Специально осы примерді келтірдім, себебі базармен келтірілген пример бір бөлек, және трейдинг әлемінде келтірген пример бір бөлек. Сұраныс көп, ұсыныс аз. Көп адам сатып алғысы келеді, бірақ сатушылар аз. Баға көтеріледі. Мысалы, мына жерде акцияның бағасын айтсақ та болады, биткойнның бағасын айтсақ та болады. Егер сіз крипто әлемімен таныс болсаңыз, мысалы бізде биткойнның ұсынысы шектелген, ал биткойнға деген сұраныс көп, сондықтан биткойнның бағасы бізде өсіп жатыр. Тура сол сияқты ұсыныс көп, сұраныс аз. Көп адам сатқысы келеді, бірақ сатып алушы аз, баға төмендейді. Себебі сатып алушылар қымбат бағамен сатып алғысы келмейді. Трейдингтің негізгі принципі нарықтың бағытын сұраныс пен ұсыныс арқылы түсіну. Біз бұған алдағы уақытта күрделі сабақтарға келгенде тоқталамыз, бірақ бізде нарықта сұраныс пен ұсыныс бағаны жасайтынын түсіндіңіздер деген ойдамын. Ал енді бізде төртінші тақырып биржа деген не? Биржа бізде активтер саудаланатын ресми алаң. Тура бізде, например, базарда осы көкөністер сауда жасалынатын сияқты, көкөніс, киім, кез келген техника, технология осы базарда бізде сауда жасалынады. Тура сол сияқты акциялар, облигациялар, валюталар, товарлар және басқа да криптовалюта сияқты активтер осы биржада сауда жасалынады. Яғни биржа бізге не үшін керек? Биржа сатып алушылар мен сатушыларды біріктіреді. Оларға сауда ережелері мен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Яғни биржада бізде белгілі бір заң бар. Және әлемге белгілі биржалар ол бізде NYSE, NASDAQ және Қазақстанда бар KASE. Және тағы басқа. Биржаның түрі көп. И мына жерде бізде жаңа айтып өткенім биржада не сауда жасалынады жазылған. Және келесі бөлік бізде брокер деген не? Себебі, например, егер сіз акциямен сауда жасағыңыз келсе, сіз, например, мынандай үлкен NYSE, NASDAQ сияқты биржаға барып, мен сауда жасаймын деген сияқты айта алмайсыз. Мысалы, біз қарапайым базарда айтатын болсақ, сіз базарға келіп сауда жасай бересіз. Мысалы, қараңыз. Сіз базарға келіп сауда жасай бересіз. Сіз өзіңіздің товарыңызды сатып аласыз, немесе сатып аласыз. Тура сол сияқты, бірақ егер сіз товар сатқыңыз келсе, сізге лицензия керек. Тура сол сияқты бізде биржаға біз брокер арқылы доступ аламыз. Яғни біз тікелей биржаға барып, өзіміз сауда жасап кете алмаймыз. Бізге брокер керек, яғни бізге брокердің қызметін пайдалану керек. Брокер деген не? Брокер деген адам мен биржа арасындағы делдал. Яғни биржамен, мынаны егер қуаныш деп алатын болсақ, мынау бізде брокер, мынау бізде биржа. Осы биржамен мені байланыстырып тұрған ол брокер. Брокердің қызметі не? Например, мен акция сатып алғым келсе, мен сатып алу жайлы өтініш жіберемін. Брокер ол өтінішті биржаға жібереді. Биржа маған сол акцияны береді. Яғни биржа брокерге ол акцияны береді. Брокер, например, маған сіз акцияны сатып алдыңыз деген ақпаратты береді. Яғни брокер тікелей биржамен мені байланыстырып тұр. Брокер менің өтінішімді биржаға жібереді. Биржа оны орындайды, сатып алу немесе сату. Брокер сіздің нәтижемді хабарлайды маған. Және брокер биржада сауда жасау, және брокерсіз биржада сауда жасау мүмкін емес. Яғни сіз тікелей үлкен биржаға шығу үшін брокердің қызметін пайдаланасыз. Надеюсь, түсінікті. Енді қорытынды бізде нарық сатушы мен сатып алушы кездесетін орын баға мен сұраныс пен ұсынысқа байланысты өзгереді. Биржа активтер саудаланатын ресми және қауіпсіз алаң. Брокер адам мен биржа арасындағы делдал өтініштерді орындайды. Және трейдингті түсінудің кілті ол нарықтың жұмысы,
белгілі бір активтің жұмыс істеу принципі, яғни активтің сұранысы, ұсынысы және биржаның заңдары және брокердің қалай пайдалану керек, осыған келіп тіреледі. Бұл жаңадан келген, трейдингке келген адамдар үшін фундамент. Яғни сіздер осыны білсеңіздер, уже ақырын трейдинг әлеміне кіре аласыздар. Надеюсь, бәрі түсінікті. Сау болыңыздар.